Мына алжығандар шошқаның етін адал дейді, жей беруге болады дейді. Ал түйенің етін жеу арам дейді. Сол тексіз түйен жегеннен кейін, татем мысықтар болғаннан кейін, олардың тексіз болатыны сол екен арабтардың. Жейдің тамағы тексіз. Жейдің татем бол құрбеттейдің аңдары, аң емес, мақұлықтары. Біздің қазақ түйенің шұбатын ішіп, етін жеп келе жатқан халықпыз. Қызылордалықтардың жағдайы не болады екен деймін да онда. Ал шошқаның етін діннен алмай-ақ былай жай ақылға салсаң да, сасыған шошқаны жеуге болмайтынына әшейін-ақ ақыл жеткізуге болады ғой. Мыналар тіптен шектен шығып бара жатқан жоқ па? Жарайды енді мына төбесінде отырған мыналар енді бұлардың милары кетіп қалған-ау. Бірақ мынау тәңіршілміз деп жүрген адамдар, қазақтар, осы ма сіздердің ұстанып жүрген сенім нанымдарыңыз, бәлкім ақылдарыңыз жиятын шығар. Мен әр шығарған кезде айтып жатырмын, бұл қазаққа жат, қазаққа жат деп. Мініз көресіздер. Жақында біз жылқы тектес, жылқының етін жеген, жылқы мінездес қазақ едік. Біраз уақыттан кейін енді шошқа мінездес қазақ боламыз, егер мына тәңіршілдерге еретін болсақ ше. Көздеріңді ашатын шығарсыздар бәлкім. Қарап, ізденіп, нәпсіге еріп, молдаға қырсығып, өздерінің ұстанымдарыңды бекерге өзгертпей, мынау не дейді анау? Молданың қателігін көріп, діннен шығып кеттім дегендер, байлардың қателігін көріп, дүниеден бас тартып жатқан жоқсыздар ғой. Ақылға салып, бәлкім нәпсіге ермей ойланып көретін шығарсыздар, мына тәңіршіліміз деп жүргендер. Мына ұстаздарыңыз сіздердің мынау, үлкен-үлкен ұстаздарыңыздың айтып тұрғаны мынау. Қайда барасыздар? Шошқаның етін жеп не істеймін деп жатсыздар? Ешкім айтып жасырып саған шошқаның етін бере салмайды, мысалға. Шошқаның еті үйде таза асыраса, қабан шошқаның еті ана шүйгерден таза. Шүйгерің жыртқыш мал, қабан шошқа да жыртқыш қой, бірақ бірінен ешқандай айырмасы жоқ. Бірақ еті кішкене шөп жегеннен кейін таза болады. Исламда шошқаның еті харам деген екен, бірақ майы харам деген сөз жоқ екен. Енді бұл жалпы айтып өтейін енді. Мен теолог емеспін. Бірақ енді бәрі жарап жатыр ғой, шошқаның етін жепті деп. Енді мен өзі тәңірлік танымдағы адам үшін маған халал шүйбөрінің етінен шошқаның еті жақсы. Енді менің көзқарасым бойынша шүйбөрі шегіртке, кесіртке жетінде, шошқа жетіне маған разница жоқ. Тәңірлік танымдағы адам ретінде маған да разница жоқ. Кесіртке не, шүйбөрі не, шошқа не.